Ассалаумағалейкум, қадірменді Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сіздің әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан жоспарларыңыздың, рухани жаңғару деген жоспарыңыз болды. Мәңгілік ел деген жоспарларыңыз болды. Солардың орындалуына менің ұсыныс пікірлерім бар. Бірінші, рақымшылық туралы заң қабылдауымыз керек. Осының алдында ұсыныстар қалай болу керек? Ұсыныстар түскені рас. Санжар Боқаев бауырымыз айтты, 50-ге 50 деп, мынау байманаттар 50% байлығын берсін деген ұсыныстар түсті. Мен де ұсыныс жасадым, 40-30-30 деген. Менің бұрынғы роликтерімізді қараңыздар. Енді осылардың бәрін қойып, бүкіл дүние мүлікке, ақшасына, дүние мүлігіне, мынау қаржысының бәріне рақымшылық сияқты. Сол байманаттардан ұрланған ақшадан ештеңе біз алмайық, салықты алмайық, жартысын алмайық. Солардың алған ақшаларын халалдап берейік та, рақымшылық туралы заң қабылдап, ақша сендердікі деп халалдап берейік соны. Бұл ұсыныс енді біздің қазақ халқына үлкен өзгеріс әкелетін білем, сіздің жаңа әділетті Қазақстаныңызға. Біздің елде $44 бар миллионерлер бар екен. 44 мың. Ол үлкен күш. Солардың бәрінің ақшасын өздеріне халалдап берейік. Бұның пайдасы, мысалы, біз 50 келін орнын қазір міне сатылымға қойып жатыр екенбіз ғой қазір. Инвестор іздеп жатырмыз ғой жер дүниеден. Инвестор іздеп жатқаныңызға біздің келгелі бері іздеп жатсыз ғой сіз. 6 жыл болды ғой инвесторлар. Орыстардан келетін болды, анаяқтан келетін болды, мына жақтан келетін болды. Үкімет айтып жатыр, бірақ жоқ қой инвесторлар. Инвесторлар келіп жұмыс істеп жатса, бюджеттің жыртығы жамалар еді ғой. Міне осы 44 мың біздің миллионерлер, қазақ елінің миллионерлері, міне инвесторға көңіл қыламыз Қасым-Жомарт Кемелұлы. Рақымшылық туралы заң қабылдап, осы мына 50 кен орнын соларға берейік та. Қай жерде кен орны? Сол жердің балдары бар, сол ауылдың балдары бар, сол қаланың, облыстың балдары бар, миллионер, соларға берейік. Міне инвесторлар. Елдің экономикасын бірден көтеретін бұл жол деп білем. Завод, фабрикалардың бәрі жұмыс істейтініне менің көзім жетеді. 100%. Бұрынғы завод, фабрикалардың бәрі. Бұл рақымшылық туралы заңның ең пайдасы, ол жекеменшік ақша, мемлекеттік емес, қолында ақшаларды олар іске қосады, жұмысқа қосады. Салық төлейді, жұмыс орнын ашады. Жұмыссыз адам болмайды біздің қазақ елінде. Осы 44 мың азамат елге келіп жатса, заң орындалып жатса, ол қалай болу керек? Біз ол азаматтардан заң шыққанда заңды былай шығаруымыз керек. 50 жылға дейін сұрамау керек қой. Ешқандай адам олардан құқысы болмау керек. Мына ақшаны қаяқтан алдым деген. Астына сондай заң керек, рақымшылық туралы заң қабылданғаннан кейін. Біреу сұраса, ол бір 5 жылға сотталатын болу керек қой. Мақтанайық та осы 44 мың миллионермен біз мақтанайық та, қазақтың жігіттері ғой солар. Істесінде өзіміздің қазақтың қаракөз балдары істесінде осыны. Кен орындарын игереді, қабілеті жетеді біздің қазақтың жігіттерінің. Олардың бәрі мінезді жігіттер. Ұрласа ұрлатты. Ұрлатты деп енді шұқыласып, елге қайтару деп, ақшасын сотқа беріп, шұқыласқандан, осы біздің рақымшылық жасағанымыздан үлкен қазақ еліне пайда істейін деп тұр. Менің ұсынысым, заң қабылдайық, оларға кепілдік берейік. Ол шыққан заңды біз оларға ешкім сұрамасын. 50 жыл бойы деген заңды
шетелде заморазить етіп тастайды екен ғой жаңағы. 50 жылға дейін ешкім көтермейтін болсын деген заң шығаруымыз керек. Олар сену керек. Мақтанайық та қазақтың азаматтарымен, миллионер. Әр ауылдың миллионері шығады сол кезде. Ол 44 мың бір бөлек біздің елдегі миллионерлеріміз шығады мысалы. Бұрынғы әкімдер, елде де жетеді ондай азаматтар. 20 мың адам елден шығады миллионерлер. Қасым-Жомарт Кемелұлы, осыған көңіл бөліңізші рақымшылық туралы заң. Бұны әрине талқылауымыз керек, қалай болу керек ары қарай. Мен ойым сол, мынау кіріс декларациясы бар, мынау 250 форма дейді, мынау салық комитетінде. Соны толтыру керек та, мысалы менің 100 миллион теңгем бар деген, содан ешкім сұрамау керек, ары қарай жұмыс істеу керек қой. Бұл рақымшылық баянды болу үшін, бұл бұған дейін рақымшылық туралы заң шыққан, оны келді ғой, азаматтар келіп, оны ұстап алып, бытысын шығарғанбыз ғой, содан кейін ешкім келмей қойды ғой олар. Қазір сенбейді. Солар, мына азаматтар сеніп осындай елге келу үшін қосымша заң керек. Бірінші, мына біз қылмыстық жүйе туралы заң шығаруымыз керек. Қылмыс тыйылмай, ұрлық-қарлықты тыймай біз ол рақымшылықтың пайдасын көре алмаймыз. Сондықтан екінші, қылмыс туралы заңға мынандай заң енгізіңіз. Қолыңыздан келеді ол. 1000 теңге жеген адам 1 күнге қамалсын, 10 мың теңге жеген адам 10 күнге, 100 мың теңге жеген адам 100 күнге. 1 миллион жеді ма 1000 күнге. 1000 күн деген бір 2 жыл 7 ай ғой. Кете берсін ары қарай. 100 миллион жеді ма 27 жыл бола ма 27 жыл отырсын. Осындай заң керек Қасым-Жомарт. Енді бүкіл олигархтармен келіседі деп ойлаймын, байманаттардың бәрі келіседі деп ойлаймын. Біздің елдегі ұры-қарылардың бәрі келіседі деп ойлаймын. Олар да декларация толтырсын. Осы заң керек. Жемқорлықты тиятын мына өркениеттегі елдердің бәрінде заң ғой негізі. Қатаң заң бар, сол елдердің бәрі өркениетті ел болып кетті. Жапондар, Оңтүстік Кореямыз бар, немістер. Осындай заң керек. Басқа анау қазір заңдар көп қой бізде. Миллиард жегендер 2 жылдан кейін шығып кетіп жатыр, оның бәрі болмайды оған. Оған қазір біздің жоғарыда соттар бар, мынау тергеушілер бар, мынау олардың миы жетпейді оның бәрін. Мынау әдемі заң. Круглый суммалар ғой жаңа. Bir күн 1000 жеді ма, 10 мың жеді ма, 10 күн әдемі бұл. Ешкімнің миы ашылмайды, қағаз толтырмайды. Енді балық басынан шірейді дейді, мынау құйрығынан тазалайды ғой. Осы бір заң тазалайды біздің елді. Бұйырсын алған азаматтарға ақшасының бәрі бұйырсын. Үшінші, тағы бір бар заң, қазақ елін жемқорлардан тазалайтын, ұрушылдардан, жершілдерден тазалайтын тәуелсіз кәсіподақ еңбек ұжымдары құрылсын әрбір мекемеде. Меншіктің түріне қарамай. Бұл қазақ халық көрді қазір ұрушылардың не істеп жатқанын. Олар мекеме құрып алған қазір. Өткенде айтып қалдым ау дейміз. Аппарат басшысы дегендер бар мына жерде. Барлық ауыл әкімдерінде де құрылған олар. Ауданда да бар, облыста да бар. Солар өздерінің туысқандарын жайғастырып жатыр. Енді 30 жылдан бергі ауруымыз ғой біздің енді. Ротация деп қояды, кадрдың бәрін сапырылыстырып, сандалып жүрген кадр ғой қазір. Ағайындарын таппай қалса, ақша алып отырғызады. Оны айтып жатыр ғой депутаттарымыз. Әр әкімдердің қаншаға отырып жатқанын бәрін айтып жатыр қасыңыздағы адамдар. Сондықтан осы мәселені жоятын бірақ ұжым болады, ол халық өзін өзі тазалайды, ұрушылардан тазалайды. Тәуелсіз кәсіподақ ұйымдары барлық мекемелерде құрылсын. Осы 3 заң орындалатын болса, біз бай қуатты ел боламыз.
Алла берекесін берсін. Өткенге салауат айтайық. Байларымызбен мақтанайық. Сіздің айтып отқан жаңа Қазақстаныңыз, әділетті Қазақстанның орнайтынына мен 100% сенемін. Бұл баянды болу үшін әрине бұл заңдарды орындайтын мынау үкімет болу керек. Енді мынау үкімет кету керек та. Мынау елдегі мінезде жігіттер бәрі жұмысқа келу керек қой. Бұл азаматтар келмесе мына үшеуі де орындалмайды. Жүйе ауысу керек, жүйе. Жүйе деген кім? Жүйе Марғұлан Сейсенбай. Жүйе Мұхтар Жәкішев. Санжар Боқаев. Алмасбек Садырбай. Ермек Тұрсынов. Ермек Тұрсынов кеше қашты қойын, бұны да қашытты қойын. Қудалап атыр қойын. Енді. Мынау Айман Тұрсынхан деген қарындасымыз бар. Досым Сатпаев деген бауырымыз бар. Иманғали Тасмағамбет деген бауырымыз бар. Мынау. Қазақтың қай жыртығын апарып қойсаңыз да жама болатын азамат бұл. Бақытжан Базарбек деген жігітте өте сауатты жігіт. Барлық саланы меңгеріп тұрған жігіт. Мынау барлық сатыдан өткен, білім саласының бар сатысынан өткен, бизнестен өткен азамат. Асхат Аймағамбет деген жігіт бар. Бағдат Мусин деген жігіт бар. Ораз Жандос бар, бұрыннан келе жатқан. Кәрілік қылмайды ол жігіттер. Мықты азаматтар. Зейнолла Кәкімжанов деген 13 адамның атын атап бардым. Енді бұл реформаны, мынау реформа деп есептеймін. Заңдар, мына азаматтардың келуі. Әрине қорқасыздар. Билік қорқады. Сіздің қасыңыздағы мынау адамдар да қорқады. Рушылдар қорқады ертең, не болып кетеді мыналар кесе деп. Сіздер сенімді болу үшін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екеуіңіз ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деп айтыспай, ортаңыздан үкімет басшысын отырғызыңыз біреуді. Бірақ соның жаңа 7 орынбасары бар ғой қазір, солардың бәріне мына жігіттер келсе, сіз де сенімді боласыз, олигархтар да сенімді болады, рақымшылық туралы заң теріс айналып кетпеуіне. Қасым-Жомарт Кемелұлы, мынау қалған сұрағыңызда отырасыз ғой, 5 жыл қалды ма? Тағы 7 жыл президент болсаңызшы. Мына жігіттер сіздерді президент қылады. Мінезді жігіттер бұлардың бәрі. Таққа таласатын жігіттер емес. Елім, жерім деп отқан азаматтар ғой бұлар. Енді мақылмен 13 адам атап отырмын. Алдында анау әкімдерді атын 5-6-ауын. 20 адам. 20 адамның бір үшеуі мен президент болам деп шығатын шығар енді. Бірақ қалған 15 адам сізге дауыс беретін білем. Егер мынау реформаны істеп атсаңыз қазір, рақымшылық туралы заң қабылдап атсаңыз, қылмыстық заңды қабылдап атсаңыз, тәуелсіз кәсіподақ жұмыс істеп атса, сіз 90% дауыспен тағы 7 жылға сайланасыз. Кәсіподақ демекші бұл жерде кішкентай айтатыным бар. Аудандық, облыстық, республикалық съезд, конференциялар болмай-ақ қойсын, керек емес. Біз бір-ақ қадам жасайықшы демократияға. Бұл кәсіподақ деген адам құқығын қорғау ғой. Қазір ешқандай құқысы жоқ, жұмыстан шығара салады бастықтар. Кәсіподақпен келісіп шығарсын, уақыт берсін. Рөлі өте жоғары кәсіподақтың. Халық өзі білді ғой қазір. Рушылдардан айырады бізді осы кәсіподақ. Енді шетелдегі азаматтарымыз бар енді мынау. Америкада, орыстарда, Францияда, Италияда жүрген. Олардың кемшіліктері бар, олар көшеге шығарып жатыр ғой. Көшеге шақырып жатыр, біз көшеге болмайды бізде. Ол жақсылыққа апармайды. Бірақ рақымшылық болғаннан кейін ол азаматтарға да қызмет беріңіз. Елшісі болсын сол елдің. Елшілер бірақ бизнеспен айналысында, бизнестің олар жілік майын шағып жүрген азаматтар ғой олар. Елге мықты бизнес әкелсін сол елшілер.
Қосымша тапсырма беріңіз. Саясатпен жалғыз өзіңіз аралассаңыз, айналсыңыз. Басқалар жұмыс істесін да. Осы үш заңды қабылдасаңыз, тыныштықтайсыз, Қасым-Жомарт Кемелұлы. Қадірменді қазақ халқы, басқа жол жоқ біздің. Жақсы ел болуымызға, егеменді ел болуымызға, мынау туымыздан, жерімізден айырылып қалмауымызға басқа жол жоқ. Қызғанбайық, шұқыласпайық, қайдан алдың демейік. Сол азаматтарымызбен мақтанайық, ақшасы бар азамат. Олардың бас істеген жігіттер оларда. Оласа өзіміздің қазақтар ғой. Бәрі қазақтар, көбісі қазақ қой солардың. 90%. Мынау астан кестен дүние, геосаяси жағдай өте ауыр қазір. Ендігі соғыс қай жерде болады? Бауырларым, билікке қарсы шығу деген, ол деген соғыс деген сөз. Сирия халқын көріп отырсыздар ғой мынау. Ақпараттық жүйе дамыған заман. Сирияның жері көлемі біздің бір Түркістан облысының жеріндей жер. 18 миллион халқы болған екен ғой. Не болды солар? Көкпар болды ғой 15 жыл. Әлі есін жемей жатыр ғой. Өлді, қырылды. Ал бізде мына 20 регион бар. 20 Сирия бар біздің жерде. 20 миллион халқымыз бар. Көкпар болып кетеміз. Билікпен бірге болайық. Сол үшін мынау рақымшылық туралы заңды ұсынып жатқаным. Қызғанбайық. Онан кейін үлкен тағы бір мәселе, қадірменді халқым, тіл мәселесіне сәл сақ болайық. Мына депутаттар мініп алған бір тіл деп. Сабыр етейік. Тілден зардан шеккен елдер көп. Бұрынғы роликтеріміз қараңыздаршы, өтініш сіздерден. Осы жерге қазір пікір жазбай тұрып, менің бұрынғы роликтеріміз қараңыздар. 16, 17, 18, 19 роликтеріміз қараңыз менің жолдауларында. Тіл өте қауіпті. Тіл өрттің бастамасы болып кетуі мүмкін кез келген уақытта. Соғыс құмар ел бар ғой мынау Америка деген. Міне мына елдің, мынау халықтың тілі шектеп жатыр деп соғысқа жібереді ертең. 10 жылда реттіреді, біз қазақша сөйлетіп алайық та бірінші. Оған да сабыр етейік. Ақша, дүниені қайтару деген оның бәрі өтірік енді мынау. Біздің үкімет қазір өтіріктің уын ішкізіп жатыр мына президентімізге. Өтірік. Қайтармайық сол, өздерінде қасын. Билікпен бірге болайық, елдің тыныштығын сақтайық. Мен білем қазір, мына жерде 20% адам бар ғой негізі. Мына орыстарда да бар 20% айуан халық. Қазақтарда да бар, қырғыздарда да бар 20% халық өзі айуан халық өзі. Бізде бірақ көйіп кетті сол 30%-ға барып кетті, 40%-ға шығып кетті ғой деймін. Ол рушылдар, ол жершілдер, жемқорлар міне. Көйіп кетті ғой бізде. Sonra қолданбауы мүмкін. Ел болудың, тыныш өмірдің, мынау бейбіт өмір сүрудің жолы осақ қазіргі. Маған басқа ұсыныс керегі жоқ енді. Мынаны бүйтейік. Сіздерден қолдау күтемін қазақ халқы. Барлық депутаттардан. Мен қазір телефонымды айтамын. 705 260 88 88. WhatsApp-қа хабарлама жіберулеріңізді сұранамын, қолдайтын адамдар болса. Бірінші мен барлық депутаттардан қолдау күтемін. Енді біразының телефондары бар, оларға жіберем, енді көрмедім деп айтпасын. Сонан кейін мынау 20 шақты жігіттің, мынау бизнестегі, мынау елдегі жаңағы үкіметке келсін деген жігіттердің қолдауын күтемін. Мынау әкім болсын деген жігіттер бар. Осында алдындағы роликтерді қараңыздар. Мен үшін зиялы қауым
Серік Абдрахманов деген ағамыз бар. Асқар Жұмаділдаев деген ағамыз бар, академик. Тоқтар Аубакіров, Светқали Нұржанов деген ағамыз бар батыстан. Зәуреш Батталова деген қарындасымыз бар. Есенғазы Қуандық деген профессор ағамыз бар. Осы кісілерде мен қолдау күтемін. Кішілік болмаса, телефондарын білсеңіздер, менің WhatsApp-ыма жіберсеңіздер дұрыс болар еді. Мен ақ осы хабарламаны жіберіп соларға сөйлесіп, қандай осыдан басқа жол жоқ екені ол заңды, енді басқа жолды іздеудің керегі жоқ. Осыны қолдау керек, онан кейін қалай іске асыру керек? Референдум жасауымыз керек па? Петиция жариялаймыз ба? Қолдау күтемін. Қадірменді қазақ халқы, бейбіт өмір сүрудің басқа жол жоқ. Алла бізді соғыстан сақтасын. Бірақ сақтансаң, сақтаймын дейді ғой Алла Құдайда. Сақтанудың жолдарын айтып отырмын сізге. Рақымшылық, қылмыстық туралы заңды өзгерту, онан кейін кәсіподақ. Осы үш мәселені қолға алсақ, біз мықты ел боламыз. Өткенге салауат айтайық. Ішкен жегенді тізбелемейік. Мынау ынтымағымыз жарасып, алға қарай ұмтылайық. Биліктен бірақ осы заңдардың орындауын талап етейік бірігіп. Жолдары осы айтыңыздар. Қадірменді Қасым-Жомарт Кемелұлы, Марғұлан Сейсенбай деген азаматтың жақсы сөзі бар. Жетістіктердің себебі дейді, сәттіліктерден тұрады дейді. Енді кеше Мұхамеджан Тазабек деген бауырымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ағамыздың сәтсіздіктерін айтыпты, оны қарап шықсаңыздар болады енді. Сол сияқты сіздің де жетістіктеріңіз көп. Нұрсұлтан Әбішұлының да жетістіктері көп. Мен ол туралы айтқанмын. Сіздің де жетістіктеріңіз айтқанмын. Осының алдындағы роликтерімізді қарап шығыңыз. 18, 19, 20, 21 жолдауларымызды қараңыздар, ағайындар. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің де жетістіктеріңіз жетеді. Бірінші Алла Құдай, екінші Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ағамыз себепкер болып, қазақ елінің президенті болдыңыз. Әрбір қазаққа бера бермейтін жұмыс орнына онда жұмыс істеп келдіңіз. Керексіз қазақ еліне. Жетістіктеріңіз сіздің. Сіз бүкіл түріктің баласының қара шаңырағы, қазақ елінің президентісіз. Сіз текті бабамыз, Жалайыр бабамыздың ұрпақсыз. Жалайыр бабамыз туралы жақсы атағы бар ол кісінің. 300-дің баласының ноқтағасы деген. Ол деген сөз Ағарыс, Бекарыс, Жанас бабаларым сол Жалайыр бабамыздың үйінен тараған. 300-дің баласының қара шаңырағының ұрпақсыз. Қасиетті шаңырақтың перзентісіз. Жетістіктеріңіз көп. Алла Құдай жеткізді сізді осындай жетістіктерге. Ары қарай сәттілігін берсін. Сіздің жетістіктеріңіз сәттілікпен ұлассын деп мен мына ұсыныстарды айтып отырмын сізге. Осы үш ұсыныс. Істесеңіз, осыны атқарсаңыз, Қасым-Жомарт Кемелұлы, қолдасаңыз, мәңгілік президент боласыз. Осыны істесеңіз, атқарсаңыз, өзіңіздің бақытыңызға, бала-шағаңыздың, бауырларыңыздың бақытына, бүкіл олигархтардың, байманаттардың, бүкіл ұрушыл, жершіл азаматтардың бақытына, бүкіл қазақ халқының бақытына қызмет еткен боласыз. Бақытты өмір сүреміз, бүкіл қазақ халқы. Маны атқарсаңыз. Атқармасаңыз, онда сорына. Міндетсіз заңның алдында да, Құдайдың алдында да Қасым-Жомарт Кемелұлы. Атқармасаңыз, ол Қасым-Жомарт Кемелұлы
2 қаңтар болатыны айдан анық болып тұр ғой, айтып жатыр ғой. Ол қымбатшылық, мына жұрт келе жатыр. Қимылдап жатқан үкімет жоқ, сенбеңіз мына үкіметке. Ол үкіметтегілердің қазір 5-6-ның әйел бала шағасы шетелдік азаматтыққа барған, бала шағасын шетелдік азаматтығын алдырып қойған оларға. Үй жайын дайындап қойған, қашуға дайын тұрған, бір аяғы төрде, бір аяғы көрдегі адамдар олар. Сенбеңіз мына министрлерге. Тарату керек бұларды. Басқа жол жоқ, жақсы ел болудың. Қауіпіңіз бар ғой сіздің де. Қауіптеніп отырсыз ғой. 3-4 жыл болды Ақорданы қоршадыңыз. Биыл тағы да оны усилить етіп жатсыз. Сіз сенбеңіз мынау Трампқа, мынау Путин мырзаға, Путинға бүкіл дүние, бүкіл өркениетті елдің бәрі қарсы болып жатыр ғой енді. Сіз мынау қазақтың мінезді жігіттеріне сенсеңізші. Солардың біреуі сіздің жағаңыздан алып, орныңызға таласпайды. Өтініш деп біріңіз, Қасым-Жомарт Кемелұлы, қазақ елінің көшегесін көгертуге сіздің 1000% мүмкіндігіңіз бар дәл қазір. Олар айтып отқан жоқ шығар мынау. Елде реформа жасама, ит атпа, шегірткемен күреспе, елді суалдырма деп айтып отқан жоқ шығар. Олардың бәрін атқаруға, атқаратын адамдардың бәрін құрту керек, істемейтін адамдардың бәрін. Мінезді жігіттер келу керек қой, елге қызмет ететін. Қасым-Жомарт Кемелұлы, қызметтегі жетістіктеріңізге сәттілік тілеймін сізге. Алла Құдай сәттілік берсін. Алла Құдай сізге тауфиқ берсін. Амин, амин. Мен енді қосымша үкіметтен мынау елдің қауіпсіздігі бар. Қауіпсіздігін басқарып отқан қазір. Елдің қауіпсіздігі ол жалғыз армия емес, ол азық-түлік қауіпсіздігі, ол мынау жұрт келе жатқан аса қуаттың қауіпсіздігі. Соны басқарып отқан Ерлан Карин мырзадан бір хабар күтемін. Қолдай ма екен мені? Мына ұсыныстарды қолдай ма екен? Алла елімізді, тыныш жұртымызды аман қылсын. Қасым-Жомарт Кемелұлы. Өтініш деп біліңіз, сіздің жаңа Қазақстаныңыз, әділетті Қазақстанның орнайтынына мен кәміл сенемін. Мына жұмыстарды атқарсаңыз.